Пайғамбар салам үй жұмыстарына жәрдем берді ма? Сол сияқты үйіне жәрдем берді. Тамақ істеп алса екен, мен бүгін саған картошкаңды аршып берейін, сәбізіңді турап берейін. Мен мысалы үй сыпырып жатқан болса, кел мен саған қалаға келіп кел мына мусорды алып берейін. Су тасып жатқан болса, кел мен саған суыңды тасып жіберейін. Соның арасында үстіне су шөгіп жібер. Жаздың күні, қыстың күні емес, қыстың күні қаратсыз су ойна деген сияқты. Яғни мән беру. Бұл да бір отбасыдағы мейір, махаббатты ұстап тұратын бір дүниелер екен. Сол үшін де осы жерде осы 5 нәрсе бізде қазір ер кісілерге қарап айтылынды. Міне осы ер кісілер осы пункттарда ақылдырақ болса, бәрі нәрсені дейміз емес, ақылмен шешуге әрекет жасаса, сабырмен шешуге әрекет жасаса, әйелдік қасиетін, яғни әйелдік мінезі, әйелдік жаратылысына жаңағыдай баға берсе, пайғамбар айтпақшы, олар қисық қабырғадан жаратылған, олар солай қисық күйінше болады. Сен бар болған сол қисық күйінше қабылдасаң болды. Соған мәз болып жүре береді. Туырлайым десең не қыласың? Сындырасың, туырламай қойсаң, ол солай қисық. Саған бір мінезі ұнамаса, бірнеше мінезі ұнайды ғой дейді. Жақсы ма? Сол үшін де момын мұсылмандар, иншалла, бұл өмірде өмір сүрген кезімізде ерлі зайыптылар бір-бірімен осындай нүктелерде бір-бірін түсініп өмір сүрсе, бір-бірін әрдайым қолдаса, әйел кісі еркектің еркектігін қастерлеп, қадірлеп, оны бағалай білсе, ер кісі әйелдігін қастерлеп, қадірлеп, оны бағалай білсе, әйел кісі ердің ерлігін биік қойса, ер кісі әйелдігін түсіне білсе, онда семьяда айқай-шу, ұрыс жанжал тез бітеді. Шықпайды емес. Өйткені бұл өмірде семья, отбасы ұрыссыз, жанжалсыз болмайды. Ол семьяның қызық қылып тұратын нәрселерінен. Ең қызығы не білесіз ба? Неге мәселен халқымызда есі кеткен екі жастың ортасына есі кеткен түседі дейді. Себебі екі жас бір-бірімен қырылысып қалады, жұлысып жатыр, айқайласып жатыр. Анан сыртынан қарап тұр, мыналар ажырасып кетеді ау деп ойлап отырасың. Ертесі күні қарасаң бірге паркке кетіп жатқан болады. Дұрыс па? Ертесі күні қарасаң бірге шай ішіп жатқан болады. Сондай бұл Аллах тағаланың «Уәжәәлә бәйнәкум мәуәддәтан ва рахма» деген дүниесі болса. Бір күні қарасаң 40 пышақ болып жатқан адам, ертесі күні қарасаң бір-бірімен жақсы сөз сөйлесіп жатқан болады. Өйткені өмірдің бір заңдылықтары мен қағидаттары осындай десе де келеді. Сол үшін де сіз қазір олардың өміріне аралассаңыз, екі ортада екеуіне де кім жаман болып қалады? Сіз жаман болып қаласыз. Сол үшін де ерлі зайыптылардың ортасына есі кеткен түседі деп соған айтылған болса керек. Аллах тағала баршамыздың ақырымызды қайырлы қылсын, өміріміздің соңына шейін Аллах тағала қалағандай отбасы болуымызды Алла өзі нәсіп етсін иншалла.